Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат Арай Райс пен ғаламатта. Pixar балалар мен үлкендер үшін танымал логотип. Оның көптеген туындыларын көрдіңіз, бірақ туындыдағы лампа қандай мағынаны білдіреді? Фанаттары білмеуі мүмкін. Алайда 1986 жылы Люкс Джуниор немесе Люкс младший атты 2 минуттық анимациялық фильм шыққан. Анимациялық фильмде үлкен лампа мен кіші лампаның оқиғасы. Ол кезде анимациялық туындылардың барлығы қолымен жасалады. Компьютер үшін 80-ші жылдардың ортасында бұл компьютерлік графикада керемет жаңалық болған. Сондықтан да бұл компанияның символы ретінде қалыптасып, әлі күнге дейін логотип сақталған. Достар, шын мәнісінде сізге логотиптер немесе кино әлемі қызық болса, осы Люкс младший анимациялық фильмін көріп, комментарий жазып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Айда балық аулап отырған бала. Шрек фильміндегі барлықтарыңыз осы заставканы көрдіңіз. Алайда режиссер Стивен Спилберг осы заставканың идеясын о бастан ер адамның балық аулап отырған бейнесін салуды суретшіге тапсырған. Суретші идеямен келіспей, ер адамның орнына баланы қояды, және баланың прототипі ретінде суретші өз баласының бейнесін салған. Әйгілі Paramount Pictures компаниясы. Онда о бастан Голливудтың 100-деген жұлдыздар тіркелген алғашқы компаниялардың бірі болған. Тауды айналдырған 24 жұлдыз соның белгісі. Онда 24 танымал жұлдыздармен контракт болған алғашқы компаниялардың бірі болған. Кейіннен 24 танымал жұлдыздың екеуі контракттан бас тартып, 22 жұлдыз болып қалған. О бастан Paramount Pictures'тың логотипінде таулар әртүрлі болады. Кейін оның прототипі ретінде әйгілі Эверест тауы қолданылады. Қазіргі кезде логотип ауыспай дәл осы қалпында сақталып келеді. 100 жыл бойы архитекторлар Египетте қазба жұмыстарын жасап, түрлі находкалар табуда. Ондағы құпиялардың сыры әлі күнге дейін ашылмаған. Олардың дерегі бойынша мумия 2000 жыл бұрын қалдырылған мумия болып есептеледі. Оның тілінде алтын жалатылған жіңішке қаңылтыр бар. Олардың сенім нанымы бойынша Осирис құдайының алдында жауап берер кезде адамның неғұрлым маскасы алтыннан немесе тілі алтыннан болса, өлген адам сөйлей алады, яғни ақыретте өзі үшін жауап береді деген наным сенім болған. Сондықтан да жерленген египеттер олардың байлығынан емес, олардың сол жақта жауап беруі үшін арналған делінеді. Египеттегі құпиялар, сіз білмейтін мумиялар, таңғажайып оқиғалар сізге қызық болып жатыр ма? Онда лайк басып, арнамызға жазылып өтіңіз. Гробница Кви. Ол басқа гробницаларға қарағанда архитекторлардың керемет ашуы болды. Себебі онда бір емес 5 үлкен гробница орналасқан. 19 ғасырдың ортасында ашылған бұл гробница 25 жыл бойы архитекторлардың зерттеп кеткен екінші Рамзестің балаларына тиесілі деп айтылады. Ол гробницаның үлкендігі соншалық 70 бөлмеден тұрады. Ал дәліздері мен бөлмелердің көптігінен қаншама папирустар, қаншама алтындар, қаншама осы уақытқа шейін табылмаған құнды заттар табылған. Мысырлықтардың тарихын ашу үшін бұл архитекторларға таптырмас құндылық болып есептеледі. Және сол дәліздердің қақ ортасында үлкен Осирис құдайының бейнесі бейнеленген. Египеттегі түрлі археологиялық жаңалықтармен бөлістім. Арай Райс, ерекше арнадағы ерекше ақпарат.